Құрметті оқушылар, сабағымыздың тақырыбы Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесі. Бүгінгі сабақтан сіздердің білетіндеріңіз әдеби шығарманың сюжеттік, композициялық құрылысына талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну. Көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін жинақтау және даралау. Сабақ соңында сіздер әдеби шығарманың сюжеттік, композициялық құрылысына талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсінесіздер. Көркем шығармадағы кейіпкерлер әлемімен таныссасыздар. Қымбатты жас достарым, ең алдымен шығарма авторыммен танысайық. Жас кезінен жазушы болуды армандаған Айгүл Жолдасбайқызы 1965 жылы Шығыс Қазақстан облысы, Семей өңірі, Абай ауданының Құндызды ауылында туған. Жазушының Жеті құрлыққа саяхат, Тобылғы сай, Мұнара атты кітаптары бар. Қазақ әдебиетінде халықтың басынан кешкен қиыншылықтарды қатыстыра отырып суреттейтін шығармалар аз емес. Солардың бірі шашты әңгімесі. Қайын оғайсың деп басталатын шығармадағы кейіпкерлер кімдер? Әңгіме арқауы болған оқиғада қай кезең суреттелген? Автор неліктен кейіпкер баланың есімін басында Кенжебек деп алып, соңында Шашты деп атайды? Міне, осы сұрақтарға сабақ арасында жауап алатын боламыз. Жаугершілік заманда шапқыншылар өзге елді тұтқиылдан шауып, сұлу қыздары мен батыр ерлерін еріксіз алып кететін болған екен. Тұтқынға түскен бойжеткендерді күң етсе, ер азаматтарын құл қылатын. Туған елге деген сағыныш еріксіз тұтқынды да тәуекелге бел буып, қашуға итермелейді. Әңгімеде ер азаматтардың ар намысы, шапқыншылыққа ұшыраған елдің күйі секілді мәселелер талқыланады. Жазушы шағын әңгіме арқылы жауынгер қазақ халқы рухының мықтылығына назар аударған. Оған дәлелдер тұтқындағы жылқышының өр мінезі, жас бала Кенжебектің айшылық алыс жерден жалғыз қашып келуі. Шығарманың негізгі сюжеті осы екі кейіпкер айналасында өрбиді. Олай болса, шығарманың құрылысына назар аударайық. Шығарма түрікпен шал мен Кенжебектің жөн сұрасып танысумен басталады. Яғни, қайын оғайсың деп жөн сұраған шалға біз Қыпшақ, атам аты Ерторы, әкем аты Құлпейіс, анамның сүт кенжесі Кенжебекпін деп жауап береді. Түрікпен елі осы 11 жасар Кенжебекті тұтқынға алып, құлдыққа жегеді. Ал осы тұтқынды құлдықтан Тасқұлдың қалай құтқарғандығының куәсі болғыңыз келе ме? Олай болса, шығарманы ары қарай байланыстырып, дамытып көрейік. Тасқұл қарт Кенжебекке өз басынан кешкен оқиғасын баяндап береді. Тағдыр тауқыметі ауыр Тасқұл кім? Шындығына келсек, бұл шалдың шын аты емес. Ол басына түскен тағдырына назаланып, өзіне өзі қойып алған аты. Оның ұстанымы туған жерге деген ыстық сезімнің еш уақытта тарқамауы. Түрікпен елінің мәңгілік тұтқынына айналған, ол қашуға қанша әрекеттенсе де құлдықтан қашып құтыла алмайды. Өзінің ауыр тағдырын балаға қайталатқысы келмейді. Жылқы сырына қанық шал алда болатын аламан бәйгені сылтауратып, түрікпеннің боз жүйрігін баптап, оған күш жігер беріп, баланы қашуға дайындауы шығарманы одан әрі шиеленістіріп шарықтата түседі. Ал оқиғаның шешімі Кенжебектің еліне оралуымен аяқталады. Әңгіменің идеясына келетін болсақ, әңгімеде қазақ халқымен көршілес жатқан түрікпен салт дәстүрінің ұқсас тұстары сөз болып, екі елдің де мәрт мінездері ашылады. Басты кейіпкер Кенжебек қарт жылқышының өсиетін жадынан шығармай, алыс жол мен қиындықты еңсеріп, еліне аман есен оралады. Оның қаймықса да қорықпай, алға қойған мақсатына жетуі сендерге үлгі болмақ. 1 жыл бойы алынбаған шашы, арқасын жауып кеткен балаға жеңгелері Шашты деген ат қояды. Тілекші дуананың шашың өлең шөптей қаулай өсіп,
еліңе шашты болып келдің. Алла тағала жар болып, ұрпағың шашыңдай көп болып өсіп өнсін. Әумин деген батасы қабыл болып, шашты еліне қадірлі азамат болып, балалы шағалы, бақытты ғұмыр кешеді. Шығарманың өзіне тән ерекшелігі тарихи оқиғаға негізделгендігі. Шашты тарихта болған адам. Ол Алаш арысы Мұстафа Шоқайдың бабасы. Шығармадағы тұтқындағы жылқышының өр мінезінен жас бала Кенжебектің алыс жол қашып келуі жауынгер қазақ халқына тән мықтылықты көрсетеді. Енді шығармадағы басты кейіпкер Тасқұл бейнесін жинақтап көрейік. Ол үшін мына үзіндіге назар аударайық. Кенжебек, жаста болсаң, бас болар сәт келді. Теке Жәуміттің айтулы бектері Байбағланы өз жерігі озғанын күтіп, жарысты есі шығып қызықтайды. Бәйгенің ең қызған шағында тертағыдай бұл қазақ бүлікшіл, өлермен халық екенін көрсет. Сол сәт менің есіл өткен қайран өмірімнің құны толық ақталғаны. Қарағым, бұл тойда сен тәуекел деп бел буып, еліңе қашасың. Міне бұл Тасқұл қарттың бейнесі. Енді Кенжебек бейнесін ашатын үзіндіні өздерің тауып көріңдер. Аталған кейіпкерлердің өздеріне тән ерекшеліктерін, өмірлік мақсаттарын анықтай отырып, шығармадағы көтерілген мәселені табу үшін 3 жақты күнделікті толтырыңыздар. Шығарма кейіпкерлері Атажан, Кенжебек, Тасқұлдың өздеріне тән ерекшеліктері мен өмірлік мұраттарын тауып, шығармада көтерілген мәселені анықтап көріңіздер. Міне жас достар, Айгүл Кемелбаеваның шашты әңгімесінің сюжеті мен кейіпкерлерімен таныса отырып, қазақ халқының рухының мықтылығына көз жеткіздіңіздер. Олай болса, әдебиет әлемінде кездескенше.